қылса береміз. Только кетсін. До конца тұрады. Үшіне қатысып келе жоқ қой. Соның бәріне барамыз. жалған болғаннан қайдан кімге сенеміз білмейміз. Сенетін кісі де қалған. Жолдасым қайда, бақша қайда? Отырсаңыз сенетін кісі жоқ. Бірдеме шықсаң бәрін айтса бізді қамайды. Тамаққа не? Я сама такая. Ay balam siz çakır жатыр екен ғой. Оны ары қарай министрлікке немеге қағаздарын тапсырамын, тапсырмаймын, ол жағын біз әлі анықтап білмейміз. Енді ол екінші қағаз. Фабриканы салуға оның салу құжаттары бар. Әлі де. Біліп жүріңіздер соны. Оны салатын кезде уведомительный порядкпен қағазын алған. Біліп жүріңіздер соны. Енді жері қайтарылса, одан кейін қағаздары бәрі бірге қаралатын болады ғой. Сол үш сұрақты біліп жүріңіздер. Осы аптаның соңында тапсырмасымен мына берілген жер қайта қайтарылатын болады. Мемлекетке қайтатын болады. Қазір соған жұмыс басталайын деп жатыр. Соған атсалысайын деп жатырмыз. Дұрыс. Жоқ, одан кейін аңғарып өтсін. Мемлекетке қайтарылса, мемлекетке түсіндіріп өтейін. Мына кісілер кеше бір біріне машинада жүріп түсіндірдім. Қалғандарыңызға түсіндіріп берейін. Мына кісілердің 3 құжаты бар. Барлау жұмыстары, геологоразведка дейді, ол 24-ші жылы бітеді. Осы аптаның соңына бітеді деген ол жалған ақпарат. Біліп жүріңіздер. Осы аптаның соңында бітетін құжаты опытно-промышленный добыча деген. Жаңағы ана қазып, жарылыс жасап жүрген 50 000 тонна ма, сондай соған құжаттары аяқталады. Мерзім бітеді. Оны ары қарай министрлікке немеге қағаздарын тапсырамын, тапсырмаймын, ол жағын біз әлі анықтап білмейміз. Енді ол екінші қағаз. Фабриканы салуға оның салу құжаттары бар. Әлі де. Біліп жүріңіздер соны. Ол неге бар? Оны салатын кезде уведомительный порядкпен қағазын алған. Просто біліп жүріңіздер соны. Енді жері қайтарылса, одан енді оның қағаздары бәрі бірге қайтарылса? Сол үш сұрақты біліп жүріңіздер. Осы аптаның соңында қағаздарын бітті деп жолды бөгеп немет шығып жүріңіздер. Барлау жұмыстарын жасауға болады. Қандай осы нелер барлауға кіреді? Барлауға кешегі қазылған жерді көрдіңіз ғой. Сондай қазуға болады. Өрен жасауға болады. Кішкентай жердің бетін алып траншея қазуға болады. Руда тасуға болмайды. Ол қазған жерлерін разведканың контрактысы біткен кезде ғана жабылу керек негізінде. Алтайдан кейін экологтар келгенде біз басына шықтық қой. Жабылғаннан кейін ол қазылғаннан кейін 2 айда ма қайтадан жабылу керек болады. Жоқ, ол несін алдық болсын қайтадан. Біз экологтармен прямо басына барып сонда неткенде мыналардың қателіктер осы деп тұрып көрсеткенбіз. Енді мен сізге жауап берейін. Экологтардың қағазы емес ол, барлау жұмысы. Барлау жұмысы индустрия министрлігінің қағаздары. Ол келем деп еді қой міне осы несіне дейін, Қарабаев. Енді Қарабаевтың келетін келмейтін ол кісі үшін жауап бере алмаймыз. Біздің құзыретімізге кіретін жер ғана. Қалған экологиялық рұқсат, барлау жұмыстарының рұқсаты, жер қойнауын қазу жұмыстары бәрі министрліктердің құзыретіне кіреді. Біз өзіміздің құзыретімізге кіретін жұмысты, осы жер жұмысын өзіміз бастайтын жатырмыз осы жағы. Содан кейін мына жерде біз кішкене сізді прервали. Руда тасуға болады ма? Қазылған рудаларын тасуға болады. Үйіліп жатқан руда не үшін керек ол? Фабрика ашылмаса. Жоқ, 50 000 тонна дейді. Мына кісілер
жер қойнын қазуға үміттеніп жүр ғой. Соған дайындық мынау. Мынаның бәрі дайындық жұмыстары. Жоқ, бір сұрақ. Мына жерде бар ғой. Жаңа добычаға рұқсат берілмейді дейсіз, иә? Берілген жоқ, жарайды. Олар бар ғой. Бәленбай 1000 тонна кеше өзіңіз тау-тау болып материал дайындап қойды ғой уже. Енді мен сізге жауап беремін. Опытно-промышленный добыча деген нәрсе бар. Бұл 50 мың тонна ғой, ана жерде қанша өзіміздің құзыретімізге беретін жер жағдайы ғана. Қалғандары енді министрлікке арыз жасаңыздар болады. Олар өздері жауап берсін. Жаңағы іс қозғалған министрдің орынбасары отыр, иә. Сол қол қойса, сол қол қойған кезі заңсыз болса, заңсыз болып тұр. Оны қылмыстық іс аясына қарастыру керек. Ал енді мына жерде бар ғой, оны біз де шешпейміз, сіз де шешпейсіз. тағы бір күмәнді сұрақ болып тұр. Үлкен менің жеке өз басымнан халықтың да бар шығар. Жаңағы сіз айттыңыз ғой, мына жердің мына несі өкіметке қайтарылды деп. Қайтарылған жоқ әлі. Қайтарылады дедіңіз. Қайтарылу жұмысын бастадық. Ал енді бұның өз үлкен күмән, бұрын біз өкіметке қарсы шығып жүргеніміз жоқ. Бұлар частный фирма деп өстіп жүр. Ал енді өкімет біздікі дейді де, біз өкіметке вообще қарсы шыға алмаймыз деп былай төтесінен салып тастаймыз деген. Осы өкіметтің жері ғой, ауылдың жері, өкіметтің жері. 3 километр қазір мына міне, тоқтамыз. бұл жерде бәрін мына жерде өтірік құйтырқы. Алдапты бәрімізді мына жерде. Маралдының халқы тұратын жер. Өтірік деп айтыпты мына кісі. Ал енді Маралдының ауылынан бастап 3 километр кеше көрдік, мал жайылып жүр. Сонда ол өкімет ауылға берген жер болып саналады. Границы. Ол өкіметтік емес, ол ауылдың жері. Ауылдың жайылым жері, ауылдың жайылым жері, өмір бойына беріп қойдым осы халыққа. Кеше ана Кореяның Очагына мен бардым, Очаг бар ғой, сіздер бұлай түсіп кеттіңіздер ғой. А мен технично ана карьерге түсіп кеттім. Сонда тротилаларын бәрін қойған, оның бәрін видеофиксация жасап алдым мен. Ал енді сағат түнгі 2-3-те олар атады, ал күндіз руда тасиды. Сонда міне көзден жас ағып тұр. Это уран шығып жатыр ана жерден. Мына халықтың бәрін медленный убийство мынау кәдімгі, мына сіздер бар ғой, ақырындап қалай өліп қалғандарыңызды білмей қаласыздар. Дұрыс айтасыз. Ал енді ана жердегі жұмыскерлер тығылып жүр, өздерінше тығылып жүр. Бірақ та олар уранды конкретно жұтып жүр. Ертең шаштары түседі, тістері түседі, түгі қалмайды. Ал ана олигархтар қалталарын томпитып, мәзі болып жүреді. Далатырдар істеп жүргендер естеріне құлақтарын. Былтырғы күзгі симптом. Алғашқы жарыс спорт күреді, иә? Күршімнен мына өзен бойынша жел соғады. Мына Маралхан халық қандай болған білмеймін, апа айтпақшы. Күршімнен мынандай ситуация болды. Бәрін коронавирусты диагноз қойып берді. Ағалауына ұрды. Қара су болып өтті. Давление көтерілді. Температура 37-тен түспейді. Ошақта да болды ғой. Бас ауыру, бас айлану. Кітей балалардың температурасы көтерілді. Күнде больницаға барады. Даже недегі скорыйдағы қыздар айтады, балаларымыз ғой. Қандай укол суарымызды білмейміз дейді. Ол симптомы сол екен, радиация. Шөте деген адамның температурасы, бас айланады, давление, адам одан өледі. Бірінші дұрыс айтады, тіс кетеді, шаш кетеді, жұмсақ жер. Мына ердің бәрі күйеді, болат күйеді, шығырмыз күйеді адамды, бүйрек, бауыр. Түгі қалмайды адам, түгі қалмайды адам. Чистый радиация. Енді сізге бір сұрақ қойсам болады ма? Сіз радиологсыз ғой, медиксіз ғой? Мен радиолог емеспін. Бәрін біліп отырмын. Аз интернет бар. Бір нәрсе енді екінші нәрсеге бәрін жауап берген ол да дұрыс Апай қалай емес. Жоқ, жұмыс тоқтап қой дейсің. әр болған Неше көзін көрді ғой. Көрдім. Жұмыс жүріп жатқан жоқ. Алдында 2 сағат бұрын мен барғам жұмыс жүріп жатқан. Иә? Ана сайдың кәжік уголокта тығылып отырды ғой. Көзін көрді. Ана берездің ішінде эквазив тығылып жатыр. Арғана бастаудың басында бұтаның ішінде қайта атады. неде жүр? Бергі бұткын менің біз қақ қойдықтан сапор екеміз қақ қойып мына жақ бұткын жағына барқалы қай жағына барарын білмей арғaya қашты. Ар жағынан біз ергранаттар тұрған начальник пенсия бер. Мына жағынан шығып еді қайда барарларын білмей мына жағына тығылып жатыр. Он шақтысы. Кәзилері жер қазулы тұр. Жұмыс істемесе.
Жоқ, ана ауылдың әкімі мен өзі районның әкімі неге бізге тура сол аға ауылдың жері Иә, өкіметтің жері неге көрсетпейсіңдер осы сендер? дұрыс. Азық қағындар. Не көрсетпейсіңдер соны? Бір анықтап бір көрсетпедіңдер деген енді ауылдың территориясы бар ғой. Иә. Соны көрсетемейсіңдер ғой. Сендер міне әкімдер сөзге соны. Мынау Залатаудың рұқсат алған жері, мынау ауылдың жері деп не көрсетпейсіңдер ғой? Оны неге қорғамайды ауылдық әкім? Біледі ана әкімнің артына тықылып аласыңдар да әкім келсе үндемей тұрасыңдар. Келіңдер да тура әкім ана аудан әкімі келіңдер да тура граница көрсетіңдер. Иә, пусть ответит. Ал, мына жарайды. Жауап берсін. Болдыңыздар ғой. Мына наразылығыңыз бар екен ауылдың әкіміне. Мына ауылдың әкімі бір аптадан кейін қазір демалысында жүр аудан әкімі. Аудан әкімі екеуі келіп осы жерге ауылдың границаларын сіздерге көрсетіп береді. Баяғыда көрсететін нәрсе ғой. Баяғыда жоқ, а неге жүр? Қанша шақырымға дейін кіреді? По закону. Қазір осы жерге тапсырма беремін, барады көрсетеді. Жоқ, қазір көрсетің. Ода дайын болу керек қой. Қазір дайын болу керек қой. Сен көрсетіп болсын. Мәкелде көрсетеді сол. Сені міне мұнтансып тұрасың. Ауылдың картасы. Міне мынау деп көрсетіп әкім болғаны биыл сызылған ба ауылдың картасы? Елі жыл бұрын қызылған ба? Елі осы ауыл құрылған жылы сызылған ба? Сол карта керек бізге. Ал енді кеше сызылған карта, ол кеше ол басқаша сызылған. өтірік карта ол. 3 километр болу керек қой. Бұрынғы тарихынан бастап. Европадан келген ақнасыңдар. Біздер индейістер отырмыз, жерімізді жанталап тұрмыз. Біз бермейміз дейді. Сіздер аламыз дейсіңдер. Тура осындай положениеде тұрмыз қазір. Иә. Біріншіден мына кісіні айту. Халыққа жаны ашымайды дегендеріңіз негізінде өте өкпелі. Дұрыс. Кім тыңдады? Жоқ, жаңа мына кісі айтты ғой, қанша сұрап жатыр жер деп. Мен неге тыңдамай тұрсыздар? Алларыңызға келіп тұрмын ғой. Мына кісінің айтқан сөзі ана жерін ақша дедіңіз ба деген алтын дедіңіз ба? Онда жеп жүрген жоқпыз. Мына жерде қызмет жасап келіп тұрмыз. Алларыңа келіп тұрмыз. Неше рет келдім, өздерің білесіздер. Қайда? Бізге жоқ. Облыс әкімімен сөйлесіп тұрып, жаңағы өзіне келмейді өзі. ауыл жатыр. жұмыстан шығып кетпейді. Халықтың алдында қайда? Өзі бір конкретно бір сөйлейтін бір кезін сөзі. Оны міне келесіңдер. Мен 8 ай болды. 36 гектар жерге арастау үшін. Жер алдым, жерге заявка бердім. Неге бермейді ал 8 айдың ішінде? Алдында, әне тұрсыңдар. Ал бұлар сразу бір күнде жер алып қой. Қағаздарыңызға жерге маңызды. Өткіздің ғой енді ана жерге заявка беріп қойдым. Ана бар жерден тексең земельный. Проблемаңыз не? Бүгін естіп тұр. Мен әділі бүгін кешке аласың сен. Бітті. Тыңдашы. Жоқ. Оны айтатын уақытта болған жоқ қой сен. Тихо, тыныш. Не, мен 8 ай болды. Оған заявка бердім. Енді оны ана неге шығарамыз деді конкурсқа. Жоқ қой міне 8 ай болды. Ал мыналар алдында Кешке аласың сен, кешке бүгін. Бір күнде шығарады. Бір күнде шығарады ғой бұлардың. Жердің астында да үстінде да. Даланаған соған жауап беріңіз. Барды. Тексетіңіз земельныйді барыңыздар. Ана кім еді жерде земельныйде отырған? Қазір ол жерде міндетін атқарушы Қадырова Назгүл деген. Ол ана сұраққа жауап бермеді. Халықтың алатын жері. Ал одан алайын десең ана жерде пәленбай метрден су тұр. 50 метрден судан жоғары болу керек. Ондай жер берілмейді деп шыға. Сонда біз қандай жер алуымыз керек айтыңызшы. Оларға бәрі өз қарапайым тілмен осыны түсіндіріп беріңізші. Ал бұлар тула бұлақтың үстінен өзеннің жағасынан қай жерден алғысы келеді, ол жерге рұқсат береді. ешкімнен сұрамайды да. Жердің астына береді ол. Жауап беріңіз. Тұрған жерлеріңіз. Мына жер дейсіз ба, мына жер дейсіз ба. Ал жер қойнауына алынатын жер. Ол пайдалы қазбалы бар жерді ғана заявкасын алып береді. Соған қағазын жазып, министрліктен алған рұқсаты бар, геологоразведкасына. Енді мына жер неге алды, ана жер неге алмады? Ана жерде алтын шықпаса, оны неге алады ол? Жоқ, енді мен ешкімді қорғап тұрған жоқ. Жай түсіндіріп тұрмын. Сұрап тұрсыз ғой, мен түсіндіріп тұрмын сізге.
неге осы жерге пайда болған? Жоқ, сіз бұлар ешкімнен сұраған жоқ қой, стройканы осы арада бастаймыз. Министрліктен алынған қағаздары бар. Министрліктен бізден сұраған жоқ, менен сөйлескен жоқ. Енді соны министр неге бізге бермей ал соны? Неге бермейді ал? Енді жер дейсіз. Жердің бәрі қазір аукционмен беріледі. Жер аукционмен алынған. Бірақ енді жердің қарама-қайшысы болғаннан кейін жер заңды. жерді мен мына заводтағылар бір-ақ күнде алған. Бір-ақ күнде алған. Ешкімнен сұраған жоқ. Бір-ақ күнде. Ана кісі міне 8 ай жүрім дейді. Неге ала алмайды? Сенің населениеңдағы кісі міне. Сенің аумақтағы тұрған. Аняны сұрасын. Бізге шақай тоқтаймыз. Шешелесіздер ме? Шешелмесеңіздер халық болып шешін, или басқалар рұқсат беріңіздер. Бұл енді тоқтату керек қой енді. Өзіміз атсалысып жұмыс істеп жүрміз ғой. Кеше кеттім, бүгін келіп қайтадан айтып сізге. Тыңдап тұрмыз ғой. Бұл жақтан бәрі Мен бір сұрақ қояйын. Өтірік чаппадым. қаншама стройка Жүріп жатыр әлі. Оның бәрі өтірік емес қой. Ана суды қанша черпать етті. Кетпей жатыр ана су. Сіздің сұрағыңыз бәрі фотосы бәрі бар. Сұрақ қойсыншы. Алмайсыздар ма? Бітті. Тоқтата аласыз ба алмайсыз ба деп айтпаймын, мен сізге айтып тұрмын. Қазір жеріне айттым ғой, жеріне қайтаруға жұмыс бастадық. Енді ол жер қайтса Ол забалтывание. Біз алдында сізге келгенде кім? Сізге келгенде ана жол келгенде айтып қой. Пока тоқтатыңыздар. Ақты ақ, қараны қара деп шешіп беріңіздер. Одан істей ме, істемей ме? Істесе тоқтатсын. Оны біз ананы қарап жатып, енді андағы сөзіңіз 6 ай созылады андағы сөзіңіз. Одан келесіде тағы да өтірік айтасыз. Тағы да келесіде өтірік айтасыз, осы халықтың алдында үй алмайсыз. Тоқтатыңдар. Қаншама КАМАЗ материал. Тоқтатыңдар, болды. Қанша фотосы. Кеше сағат 6-та, мен соның басынан шықтым, ана жігіттің машинаны жалдап, ана басын бардық екеуміз. Көрейік, не істеп жатыр? Барлық ана екі экскаватор ар жағында жұмыс істеп жатыр, өтірік. Жұмыс істеп жатыр ғой енді. Жұмыс істеп жатқан. Бер жағында тұрған бульдозерлердің бәрі жұмыс істеп жатқан. Біз келдік, көзім көрді. Ана сайда 10 кісі, ана сырттан түрінде 20 кісі тығылып жатыр. Жұмыс жоқ дейді, жұмыс істеп жатқанымыз жоқ дейді. Сенбесең, ертең қалдағы. Ертең баш. Жоқ, қазір да жұмыс істеп жатпаса, біз барамыз да енді өзіміз тоқтатамыз. Тоқтату керек. Сендер тоқтатамасаңыз біз тоқтатамыз онда. Елімізді, жерімізді қорғай алмасақ, бізге сендерге немене толқын іші? Еркек басында қаншама міне әйел адамдар, анау жұмыстарын істеп, мына кісілерді қараңыздар. Кім қарасын мына кісілер? Ана Семейден, Алматыдан, Өскеменнен келіп отыр осы үшін. Тоқтата алмасаңдар айтыңдар, біз тоқтатамыз. Тоқтаңыздар. Сіздерді қыстырып тұрған жоқ қой ешқай жерде. Мен бір нәрсе айтайын. Тұра тұрыңыз. Сізді айттыңыз ғой, бәрі тыңдап тұрмыз. Сіз айттыңыз ғой, міне басталды, жерді өкіметке қайтарады. Ол 6 айдан кейін тағы да сол сөз айтады ғой. Қазір арасында бульдозермен күреп тастады. Керекті почваны. Плодородный ғой, жемісі егін егетін. Тақыр жер. Ал заңда немен жазып тұр? Плодородный почвасы бар жерді 2 айда бермейді өкімет. Ондай қазғағанға. Дұрыс айтамын ба? Дұрыс. Сіз айтасыз, астындағы рудан алады дейсіз. Алса мына Топ-Терек міне Тавр компания келгей отыр дейді. Естіп алыңыздар. Топ-Терек Күршімнің көпірінен бастап, Көкжата деген ауылға дейін. Чиі қайдана? Чидің астында таза алюминиум рудасы бар екен. 2 ауыл құрт қоя тұр, бір компания. Бұлай қарта бір компания кеткей тұр. Өлші кетеді. Тұра тұр. Славянкада жиналыс болғай тұр. Бір компания кеп тұр. Ескі шақыратын ромный қасық қойды. Біреудің қалтасына кетеді еще. Қайдан келген компания? Болып тұстар ма халықтар? Мен сізді айтып тұрған. Қара топырағын алып тастағаннан кейін өкіметке қайтарады. Өкімет айтады, водородный почва жоқ. Бер салыңдар. Болды. Ол жерде сізді кінәламайсыз. Мен соны шешейік деп тұрмын мен. Сұрағыма жауап жұмыс істелінеді. Сіздер кетесіздер, артынан жұмыс істелінеді. Ол қалай сонда сіздерді мазақ қылып жүрмеді? Кеше көрдік қой ма? Бетінде топырақты алып тастаған бере салады өкімет. Жоқ, топырақтан бұрын сіздер алдына келдіңіздер, айттыңыздар ғой, тоқтатылады дедіңіз. Дұрыс қой? Тоқтатылады деп айтқан жоқ, тоқтатуға сөйлесем деп айтқам сіз. Сөйлестім, неге сөйлестім? Назархан қасында жоқ, енді сөйлестіңіз ғой енді. Сөйлестіңіз ғой. Ал енді тоқтаған жоқ. Жоқ, енді мен сөйлескеннен кейін сразу тоқтай қоямын. Жоқ, енді біз неге жоқ, енді сіз келіп тұрсыз ғой бізге. Жоқ, Дархан мырза, сіз келіп тұрсыз ғой, біз сіз шақырған жоқпыз. Енді біз қазір берілген қағаздары бар. Сол қағаздармен жұмыс істейді.
индустриядан берілген, разведкаға берілген, опытно-промышленный добычаға берілген. Одан кейін әкімдік, аудан әкімдігі жер берген. Одан сол сіздер барғанда неге солар тығылып қалады? Мен қайдан білемін оны? Мен сұрақ қойайын. Мына өзіңіз ауылымыздың километрді қайтарып беріңіздер де, мына ауылды 3 километр қайтарып беріңіздер де ары қарай кетсін. Бермейміз, қопармасын. Заказник болсын, заказник болсын. Жоқ, черный копатель бермейміз. Заказник болсын болды бізге. Жетпей жатыр мал жаятын жерге. Кеше көзін көрді ғой, рекультивация жасап кеткен жерін көрсеттім ғой. Қандай жер екен, не болып қалған, кеше көзіме көрсеттім. Тихо, тыныш. Қандай жер екен, рекультивация үлкен ямы, сар топырақ, ендала жерін маған бір тал шөп өспейді жерге. Жатыр таулар. Ана 10-15 жыл болған. Неменесін дұрыс айтыңызшы. Инфраструктура, индустрия Қазақстанға бармай, мына облыс кеше алмайды, дұрыс. Жоқ, кеше ғана бұл, не надо это? Қойшы. Сен ғана жол салып қойды ғой жеріңе. Ол мен правамда жоқ, ол арада жол бар. Жоқ, во-первых, жерді. Слушание. Адам тоқытыр, сосын айтып неге Әне сөйтеміз бір жұмадан кейін ана әкімдер министр келеді деп айтып кетесіздер, иә. Сол халық алтынлап, ертең халық басталып кетсе, жан жақтан демеп жатқандар бар. Ертең осы арықта басқа бір деме болса, сен жауап бересің ба? Біз жақсы болмайды. Келдің ғой енді. Келдің ба бірдемесін шығарып бердің. Өтірік айтып кеп тұрасыңдар. Жоқ, өтірік айтып тұрасыңдар ғой. Ананы бастадық, мынаны бастадық. Тұра тұрыңыз. Мен неге өтірік істеп жатасыз? Өтірік айтып тұрсың ғой енді. Сен мен өтірік айтып тұрсың. Өтірік айтып тұрсың ғой. Нәтиже жоқ. Нәтиже жоқ, иә. Екі рет келдіңіз, нәтиже жоқ. Жоқ, тұра тұрыңыз. Қай жерде алдадыңыз сіздер? Айтыңызшы. Сен былай істеші. Сен жігіттің сөзін бер, тоқтатам, одан кейін ақ қарасын ашамыз деп болды. Вот сонда нетеміз. Әйтпесе сенің бары айтқаның өтірік. Қазір сіздер машинаға отырып кетесіздер. Сізге былай айтайын. Сізге қата екені, бұл мына местный рельефқа, мына горный келмейтіндігіне, енді бұл жерде сіз айтасыз, эколог, радиолог, ондай болу, специалист болудың қажеті жоқ та, любой бір здравый адам біледі та бұл қауіпті екенін. Бұл енді бұл действительно автопатына келген кезде бұл ана степті равнинаға істелетін метод қой бұл. Жаңа мыналардың істеп отырған жобалары, иә. Енді бұл енді соғырша бұны енді ушықтырып, неге соны ушықтырып деймін енді шешпейші бұны. Сонда бізде үкіметтен мықты азаматтар жоқ па, үкімет басында болсын, министрлікте болсын, келіп осы мәселені шешіп тастайтыншы. Соған біз кішкене таң қаламыз да, неге бұны шешпей отыр, неге соғырша ушықтырып, до конца бүйтіп әкеле жатқанына. Сол бір өкінішті де бұл шара жоқ болып, шарасыздық болып. Біреулер ақша алып қойды ғой деймін. Потому что бұл жерден действительно ол ешқандай бір қаралмаған, зерттелмеген, қандай бұл Министерство индустрии развития болса да, қалай министр болса да, министрлік болса да, барғанымызда. Алып үлгермей қалған шығасың, мұны аласың тағы да. Соны неге шешпеске деймін да, бір енді сонда бір порядочный мықты бір министрлікте азаматтар жоқ па деп таң қаламыз да соған. Келгенде даже. Ал мынау енді қазір келді. Бұлар затрат деп ана жерге нетіп отыр. Ана жерден, мына жерден рудан ана жерге апарған затрат деп санап отыр. Дұрыс айтасың, иә. Көрдіңіз ба, ана затрат деп ана қырманға дейін. Бұлар даже не то что жазғы жер іздеген. Сонда неге ауыстырып қойды мына фабриканың орнын? Иә, проектный документте солай жазылған, иә. Чтоб сократить деп. 6 метрден су шығып кетсе, бурит еткенде. Ана қырманда комбинат салмаймыз деп айтқан. Оның бір 66 машина мен паромына бірге өтті. 4 жігіт келіп бурит еп жатты. Мен как раз шетқара кетіп башқам. Бір қойшын көшіп. Сонда қараса бурит еп жатыр. Артында кездестім. Ну что, вода есть этим, почему дейді. 3,5 метрден су шығып кетті. Мынадан не шығып, мынадан шығады. Мынадан қазір шығып жатыр ғой. Ақтауда бар. Көпіріп қойған бачок секілді. Тесік тау. Аға береді. Бір минут. Тағы бір сұрақ қойыншы, бір маңызды сұрақ деп ойлаймын. Мына кеше біз басына барған кезде осы арада бұрын өмір бақи радист болып істеген ағамызбен бірге бардық. Келін жана.
тіркеп айтып жүрсіз. Айт давай маған. Айт маған ұнамай сөзді айт, беті. Енді айтып тұрмын ұнамаған сөзді. Біз мынаны берген қағаздарын орталықта берілген министрлікте. Оның қағаздары заңды қазір жұмыс істеп жүрген. Сонда біздің халықтың бір ауыл халықтың неге заңды ол? Жоқ, радниктар қайда? Біздің заңсыз ғой істеп тұрғанымыз. Айтшы, халықтың бір сөзі сонда іске жүрмесе, бір сөзіміз, халықтың бір сөзі жүрмесе, онысы немене келесін де сендер осы жерге. Ахмет кесін. Одобрение беріп тұрған жоқ. Во-первых, сәлеметсіз. Ане жол келгенсіз. Сол кезде мен айтқам, айналып кетейін, шешелмесең неменеге әуреленіп келесің деп. Айтқам я сізге. Айттым, міне тағы да кеп тұрсыз. Біз сізді шақырған жоқпыз, өзіңіз келдіңіз, түсіндіргөй кеп тұрсыз. Құдайға тәубә, осы жердегі оқушыға дейін түсініп тұрмыз. Біз бәрін білеміз. Біз каждыйымыз юрист болып алдық, эколог болып алдық, каждый шөпті жаттап алдық, бәрін істеп алдық. Бірақ бір түсінбейтінім, осы күнге дейін өкіметім деп сен келген өкіметім, оказывается халықты қорғамайды екен. Әкім қорғамайды. Сіз қорғамайсыз. Ерғанат әне, бетін айтам, қорғамайды. Одан арғара әне басшысы қорғамайды. Біреу бірдеңе болып, залатарға барған да жоқ. Тауға барып, аюды қуға барған үшін бір экипаж, милиция келді. Кімді қорғайды? Халық емес, залатарды қорғайды. Оларды бізде немене қорғайсыңдар? Немене қорғайсыңдар? Біз жауыз емеспіз. Біз оларды өлтіргелі тұрған жоқпыз. Сіздер наоборот бізді қорғаңыздар. Біздің праваны қорғаңыздар. Потому что сіздерді сайлаған біз, халықпыз. Әкімді де сайлаған біз, халықпыз. Сіздер осы халықпен өкіметтің ортасында көпірсіз жүр. Соны жеткізулеріңіз керек сіздер. Біз мына каждый сөз үшін тозып азып, ана Тоқаевтың алдына бармауымыз керек. Потому что ол президент, онда шешетін проблема миллион. Сендер не бітіріп отырсыңдар? Зарплатаны қайдан алып отырсыңдар? Халықтың налогынан алып отырсыңдар. Рас па? Рас. Бәріне үндемей көз жұмып келе жатырмыз. Одан да глобальный темалар бар. Үндемедік. Су тартты, болмады, үндемедік. Ананы істеді, бітпеді, үндемедік. Мұнан істеді, бітпеді. Ештеңеге біз үндемедік. Бірінші рет біздің мына жерімізді тура төбемізге кеп жарған үшін біз үндедік. Неге? Неге десе анадардың қазір қараңыз, шырылдамайтын жөні бар. Дәретханасының суы Бастауға құйылып, Бастаудан Қараткөлден өзенге құйылып, өзеннен міне үйімнің іргесінде солардың сарсыздығын мен ішіп отырмын. Неге? Неге мынандай мемлекетте, дамыған мемлекетте мен олардың сарсыздығын ішуге міндеттімін? Неге олар? Енді ол қалғанда жарайды, бұған да көндік. Жарайды, көш кетеміз дедік. Мен көш кетем ау. Әке шешемді қайтып таста кетем. Кетпей жатып ана істеп жатқан, бейітті қопарып жатқандарың анау. Сендер өз мұсылмансыңдар ма, жоқ па? Адамсың ба өз, сені де бір әке шешең тәрбиелеген шығар, тапқан шығар. Неге ден сенің? Ренжіме, сен және айтып тұрсың, өпкөледім деп тұрсың. Қайда өпкөлеген, сен бір-екі рет келгенге біздің сөзімізге өпкөлеп тұрсың. Ал біз бар ғой, 3 жыл болды. Өкпелеп тұрғай, өкпеміз түсетін болды. Неге сен шешіп бермейсің? Шешіп бере алмайсың ба? Келмеш! Нервін ауыртып. Келме! Келме! Өз такита бұлайымыз уже тойып тұрмыз. Ұқтың ба? Тойып тұрмыз. Өкметтің адамын көрсетіп берміз ауыртып. Шеше алмайсың, немене келесің? Шешетіңіз. Ал сол кезде мен айттым, залатарлар ауылға аттап кірмесін деп айттым ба? Сіз айттыңыз, біз тексеруге қазір неміз жоқ дедіңіз, тауға баруға. Олар неге ауылға кіреді деп мен айттым ба? Аттап баспасын деп айттым ба? Жоқ, олар келіп, магазинде сауда жасайды, еще келіп ап насмехается. Жеңетін болдық, біз жеңетін болдық. Сол жақсы ма? Мұнандай ашумен тұрған адам шырай ала ма? Ладно, әйел айғайласамыз да қоямыз. Мұна азаматтарды қашан ұстаймыз? Жоқ, просто жарайды, сен деп те кеттім, кешір, сіз қазір жұмыстасыз, емессіз ғой. Сіз жұмыстан кейін халықпен біргесіз. Мен білем, өкіметте давить етеді. Но айтыңызшы, не істейміз? Просто айтыңызшы, қарапайым міне адами түрде не істейміз? Қайда барайық? Министрларға бардық, аудан әкіміне бардық,
областнойға бардық, экологтарды шақырып, еңбектеп жүріп, Залатардың қасынан неше қызыл кітаптық, не таптық, бірге жүрдім. Еңбектеп жүрдік целый день. Сол өз жерімізде еңбектеп әгі гүлді изучать еткенде, біттенге шейін төбемізде дрон ұшып тұрды. Немеден қорқады олар бізден? Не істедік оларға? Ақшаға сатып алады. Не істедік? Сондықтан сіздер бізді қорғауларыңыз керек. Енді сізге сұрақ. Не істейміз? Айтыңызшы. Лично айтыңызшы. Не істеймін? Не істеймін? Осы жерімді қорға қалу үшін енді сізді осы Қазақстанның гражданинысыз. Осы жұмысқа сайланып келгенде сізді әгі Кәрим Пәштуан жәнегі неге қолыңызды беріп уәде бердіңіз ғой. Халқымды сақтайым, ел жұртымды сақтайым, сатпайым деп. Ол тұрмақты ғой міне кішкентай әкімдерді сөйтіп уәде береді ғой. Сон біреуін орындарынаш қорғандар. Анау білмейді, жер қай жер граница дейді. Әкім ол атам заманынан әкімдер бір-біріне документ передавать етпейсіңдер ме? Өзгеріп кеткен ғой ол. Қабылдап алғанда бүкіл ана бұрынғы прошлогодний чорт мұртымен бірақ қабылдап алам документациясымен. Алдымда болған әкімнің қандай нәрселерімен, барымен, жоғымен қабылдап алам. Ол уже мен жұмысым. А сендер білмей отырсыңдар. Пусть принесет. Көрсет. Басшыға акиматта. Ауданнан келген. Ал келсін ауданнан қағазы. Документ. Бұл кісте жоқ па? Жердің қағазына. Ол баяғыда білу керек қой, енді бір жылдан кейін. Ал енді айтыңыз, енді айтыңызшы. Міне, первый күмән. Сіз қазір айтып отырсыз, жердің бәрі өкіметке қайтарылады дедіңіз, е? А где гарантия, что өкімет ертең не отдаст обратно? Текен. Қайтадан обратно осы Залатарларға қапасындарға бересіздер. Пользуйтесь сөзіңмен. Біз заңға қайшы шықпаймыз. Біз өкіметке қарсы шықпаймыз дегеннен кейін тапқан әдістерің ба? Типа ана жер өкіметтік болады да мыналар бізге қарсы шықпайды деген әдістерің ба? Текен. Гарантия, что ертең сендер оны уже атын ауыстырып, мына продакшн бөлек қалады, басқа ат қоясыңдар да соларға фу-фу бере саласыңдар. Правильно? Ал енді ауысты дейсіздер де, одан басқа бересіздер. Ал енді рекультивация дегенің айналайын. Оның өтірік енді. Ана қопарып тастаған тау восстановить етілмейді. Біз бар ғой мектеп кезінен ана природа ведениеде оқығанбыз. Восстановить ету үшін рекультивация жасау. Бірінші сай. Топырақты слой-слоймен тортқысап алады. Қайта слой-слоймен қояды. Правильно? Правильно. Ана сартүбөктігі сирағын сынады. Мен күнде жүрем о жерден. Күнде. 2 рет. 50 жыл өтті. Күнде жүрем. О жерде ане бір тұр қалған су ол тұр. Ал енді мына жерде рекультивация ол біткеннен кейін жасайды дейсіңдер. Екі бер жағында добалдай ана жарты тау жоқ. Ров. Ана ровқа бар ғой. Мал тұрмақты ғой, бала тұрмақты ғой. Сіз түссеңіз шыға алмайсыз. Ара өліммен өлесіз. Тереңдігін көрсеңіз, менде видео бар. А ол тауда біздің балалар бүлдірген тереді. Где гарантия, что ертең бала домала кетеді де жауап бер. О кезде де сендер Залатарды қорғайсыңдар. О кезде де халық қиналады болады. О жерге бармау керек болатын, неменеге барды дейсіңдер. О кезде де халық виноват болады. Всю жизнь халықты виноватқа келе жатсыңдар. Кого прикрываете, мен білмеймін. Енді жауап беріңізші. Біз не істейміз? Ал тыңдайық. Не істейміз? Бұл ақ қарасын айса тоқтайды сонда. Келсін де тоқтатсын. Сіз келдіңіз, тоқтаттыңыз, қазір сіз кетесіз, халық міне мынадан бәрі кетеді. Түнде бүдіф жарылады. Гарантия. Солай болмаса, айналайын, солай болмаса. Енді қараңыз, сіз қазір қарапайым ретінде емес, сізбен как адами сөйлесіп тұрмыз. Сіз адам ретінде сөйлесіп. Сіз не істер едіңіз? Жол сілтеңіз. Кімге бар еді? Не істер едіңіз? Просто айтыңыз, просто. Без камер, без ничего, просто айтыңыз, не істейік? Не істейік? Өшіріңдер камералы. Тау жоқ болып кетеді уже, тау жоқ болып кетеді. Үш күннен кейін жарылмайды. ОПД-сінің қағазы бітеді. 3 күннен кейін вообще жарылмайды. Көреміз алды, жарайды. Как проконтролируешь? Разведкасы, разведкасы енді бір жыл болды ғой. Бір жыл жүреді. Бір жылда жоқ болады. Дальше.
отырсын. Ал дальше. Дальше. Дархан, бір сұрақ қояйыншы, бір сұрақ. Ертең бұларға добычаға рұқсат берілсе, бұлар 2,5 миллион тонна руда мына жерден қазып аламыз дейді. Сол кезде күндіз-түні жарылыс болады, сонда біз Украина болуымыз мүмкін, айтшы. Қазір. Егер добычаға қағаз берілсе, 2,5 миллион тоннаны алу үшін күндіз-түні жаратылар. Біріншіден ол енді заң бойынша қалай? Заң бойынша алса, жарылыстар болады. Ол біріншіден. Екіншіден, ол добычаға өту үшін сіздердің алдыңыздан өтіп, общественный случай өту керек. Завод салады. Бірінші халықпен келіссін. Бірінші халықпен келіссін, одан кейін бастасын, салсын. Ең басында бастаған кезде сіздер айттым. Салуға бөлек рұқсат алынған. Добычаға рұқсаты жоқ. Жоқ, ол жоқ. Бірінші бұлар сонда заңға неге келісе қойған. Бірінші добычаға рұқсат алсын, одан кейін завод салсын. Ал сіздер үміттеніп тұр ғой. Нақсілер үміттеніп тұр ғой. Үміттеді ғой. Саламыздегі кезде жиналыс болған. Біз айтқанбыз, салмайсыздар бізге келіп тұр. Заңдарыңыз неге қата бол? Бірінші рұқсат алсын, одан кейін фабрика салу керек қой. Бірінші фабрика салып, одан кейін добычаға қалай рұқсат алады? Сол сұрақ. Бәріне қарсы болдық қой. Ал неге олар салдық? Неге салып? Біразарыңыз естігендеріңіз бар, естімегендеріңіз бар. Общественный случай өткен кезде, общественный случай өткен кезде, дәл осы қаралатын қағаздың проекциясы қаралатын болады. Именно общественный случай протоколына кіретін нәрсе, дәл осы қаралатын проект, жол ма, фабрика ма, жер қойнауын қазу ма, сол ғана қаралады. Оның албаты проектіге кірмейтін нәрселер, ол общественный случайға жатпайды. Кеше түсіндіріп берген ондай өтірік сөздерді қойыңдаршы, өтірік айтпаңдаршы. Өтірік мен сізге шын айтып тұрмын. Жоқ, неге олар бірінші добычаға рұқсат алып, бірінші рұқсатты неге добычаға сұрам алмайды? Жоқ, неге сол осыған жауап жоқ, қарашы. Облыстық промышленный добыча. Жаңағы мына кісінің айтып тұрған 2,5 миллион тоннасы дайындап қойған не? Ол дайындаған, фабрика дайындап қойған. Дайындап қойған. Ана таудың бәрі, ол руда. Жұғын қалай Нелер дайын тұр? Кеше түсіріп қойды. Добычаға рұқсат бізге жинас өтті ғой. Ешкім рұқсат берген жоқ. Мен соны түсіндіріп тұрғаным сол ғой. Проектіге замечание бердіңіздер ғой. Сол ғой. Проектісіне айтпағансыздар. Сіз сізге пәлен жаппасаңыз сен. Неге пәлен жапасыз бізге? Алдап кеткен ғой. Айғайлай беріңіз. Жоқ, неге өтірік айтасыңдар өлші? Қолға тыққанда қатысты деп қолға күнге дейін тағы бір әкім келгенде күтей ғана жиналса 4-5 пенсионер жинап алып кезінде қол қойса рұқсат беріпті. Протоколды көрдіңіз бе? 9 адам қол қойған. 9 адам қол қойған. Ол заң деп саналмайды ғой. 9 адам, ауылда 200 адам. 9 адам ғана қол қойған. Оларға сол 9 адам жетіпті. Протоколда бар. Бұлай, қазір ана. Жоқ, сонда сіз не үшін келдіңіз? Келген адамдар келеді, келмегендер келмейді. Енді қазір барлықтары сауатсыздар. Барлықтары қатысыңдар. Жаңа тағы бір сұрақ қояйыншы сізге. Алаяқтық жасап алдап кетеді ғой халықты. Алдайды ғой Дархан. Дархан, бұлай Дархан. Түсінді ғой, сол кезде келген Дархан. келмегендер. Оның үстінде айтпаған ғой. Басеке, бұлай тыңдашы. Қазір сен ана жақтан шыққан дегенде анда жұмыстарын бәрін тоқтатып қояды. Еще ана айтып қояды. Бүгін жұмыс істемеңдер, бүгін ана замы келеді әкімнің дейді. Жұмыс істемеңдер, фақат тығылып жатыңдар дейді. Одан кейін ана жолы мына жерге келдік, мына жерге жұмыс істеп жатыр екен. Ана істеген кісіне ана көшемен айналмай жатып қойып еді, ана балабақшаны, ана балалар ойнайтын жерде. Ана облыстан кісілер келеді екен, ананы апарып бетіне жауып қойыңдар деді ананың бетіне. Ананы. Сөйтіп қойды. Тыңдап алыңыздар. Ана облыстан кісілер келеді екен, пока мынаны жөндеп, ана бетіне өтірік болсын жауып қойыңдар деді. Ана әкім тұр, оны қарап жүрген жоқ әкім. Ананың алдында не клей жаққан жоқ. Бетіндегі мусорды сыпырып алды да, ананы уақытты жауып қойды. Ананы қазір ана сонда документ сұрадыңдар, қанша кетті, қанша ақша. Жаңағы жердің несі сияқты. Міне бетіне құлтты қарасын немесе қойған. Қожанасырдың жиысы қылды. Қазір, тағы бір есі айтайын. Маған кім қол қойды мына құлтқа,
Ана жолға қанша, мына Пугачев пен ненің ортасында қанша ақша бөлінді? 430 миллион. Жоқ, қанша? Ауылдың несі тура осы секілді. Барған тұра біле. Ана жолға бөлінді, сен мына Пугачев пен, ана Үшбұлақ пен Мароккан ортасының байланбай миллион бөлінді. Ана нелер дайынды қар келіп та істейді деді. Қанша ақша бөлінді айтшы? Кетесіңдер, өзі қашан кетесіңдер? Жоқ, айтшы өзі дауыстап. Жоқ, сен ақша берген айтшы, өзіміз айтамыз. Айғаламай қойыңыз, мен. Айтсам, жоқ, ақша қанша берді айтшы. Сен қанша миллион ақша берген айтшы, болды. Басқа сен сұрап тұрған жоқ. 13 миллион 450 мың ұтып алды. Ана жерге қанша жөндедіңдер? Оны бұл жерде тапсырыс беруші аудандық ЖКХ бөлімі. Мен оны қадағаламайын ғой. Сен ананы сен не қадағаламайсың? Сен принимать етесің болмайсың жолды. Сендер қой. Қалай сен қадағаламайсың? Ананы істе кеткен жолдарын қарашы. Жолдарын қараңдаршы. Ана жерге бір мұса, мына жерге бір мұса төгіп алды, төгіп кетіп қалды. Даже қарапайым құлап жатқан көпірдің бетін жүземей кетіңдер ғой сендер. Сен соны көріп жүрсің ғой күнде жинап. Ана жол аудан әкімінен көрдіңдер ғой. Ана мен емес, мен ұялам сендердің ана істегендерге. Орша алып кетіңдер де қойыңдар. 13 миллионды халыққа берсе, мына атарбаймен жөндейді ана жерді. Ана істегенін қарашы, істегендерін. Салғаны бұға жесін деп сайдағанымыз жоқпыз. Қатынасы жоқ ана жолға. Жемегенде де ұзат тұшатын уақыты болды бұның. Қатынасы жоқ мына жолға. Әне, осы емес пен принимать етіп алатын жолды көреді. Мынау жолды бітті. Әкім бар тексеру. Қоғамдық сайлауда біз бармыз, бізді шақырып. Қана облыстан біреу келеді десе жүгіріп істейді. Ананы күлеп істейді. Несіне жабылған жоқ. Өгіп тұрып тыңдайсыз. Даниал Ахметов айтшы, аға мен тойдым ауылдың. Енді бармайым деп. Өзіңіз бар дейсіз. Бармайым деп айтшы. Вот проектте де келеді. Барыңызды ответін бердіңіз. Енді бір сұрақ қойыңшы. Жоқ, енді бір сұрақ қойыңшы. Бір сұрақ қойыңшы. Мына жердің документін, заң бойынша өкіметке қайтаруға қанша уақыт кетеді? 2 жыл керек. Қайтару. Қайтару жұмыстарын бастаймыз. Бастаймыз еще. Қанша уақытта бітеді? Бастамай ақ қойыңдар анда. Ер қатынастарын мен сіздерге. Сіздер пока оны ойланасыздар, пока қайтарасыздар, пока жөндейсіздер уже. Фабрика салып қояды мен бір сұрақ қойайыншы. Уже өкіметке сенбейді болып барамыз. Міне мына кісі айтты ғой жаңа. Бір жауап берсем болады ма? Ал, айт. Сіз есіміңізді қашан бері білмей жүрмін, Рашида апай деймін, сізге қанша уақыт кететінін нақты айта алмаймын, бірақ сол жұмысты тездетуге бар күшімді саламын. Точно? Ладно. Бірінші жұмыстан тоқтатсын. Енді қараңыз, маған уәде берген адамдардың мен артынан қалмаймын. Қалмай қойыңыз. Неге десе, мен де уәде беремін, әйел болсам да уәдемде тұрам. Менің телефоным түгелеріне бар, хабарласып. Жоқ бізде. Жаңа әкім жолдас. Мына баламызды ішіп отырмын деді. Біздің ауылда 20-22 жылдары таза су бағдарламасымен су тартылды су. Сол су қайда? Құбыр тартылған. Неге таза су ішпей отырсыздар? Ол жұмыс баянда. Қайда сол су қайда? Ақшасы қайда оның? Ақшасы қайда? Сендер өтіп кеткен. Сол түсініксіз. Біз 350 миллион өтті екен десеңіз өзіңіз кеш айттыңыз ғой. 384 миллион жұмсалыпты. Басқар кезде сіз деп отырмыз ғой енді. Жоқ, соны қазғаннан кейін қыста қалды ғой. Енді оның орнына шланг жарылмау үшін осы ауылдың ішіндегі көңді әкіртат. Елі бақмайтын тұрған кісімен қазған жер. Содан кейін одан жапты. 2-3 күннен кейін қарсылық болды деген. Қарсылық болды деген шелмей қойдым. Содан айтты, айғайлап жүр, ол кезде әкім жарықта кім болатын парқан. Айттым осы кімдер бар әкиметте. Өзім де сода істеп жүрмін. Міне қарашы мына деп. Содан айтты, ақыр міне осы арада шелмей қалдым. Үйден
Енді жауап берсін тосады. Жоқ, енді оған іс қозғау керек қой, іс қозғалма. Неге іс қозғалмады? Жоқ, іс қозғалмады. Қозғалған жоқ қой, іс қозғалған жоқ қой енді. Тендер орнатып кетті. Тағы да тендер ойнатады дейді енді. Иә, енді қайтадан басқа бір болады. Мына суды тексергенде мына суды бұланған, байлаған ішуге жарамайды деп тексеріп шығарып береді. Қалаға барып тексерткенбіз. Ішуге жарамай қалды бірақ. Содан мына акиматқа, мектепке неге баратын водокаш бар мына жерде. Ол ешкімде баласында жоқ. Солай ішіп отырған. Жоқ. Трубалар сынбасын деп найзом төккен ғой тас. Тыңдап алайық. Қазіргі таңда ол 2021 жылы қараша айында салынып басталған, 13 ай көлемінде салынды. 2021 жылдың желтоқсанда ЖКХ бөлім басшысы Акрам Мақсат Махмудович деген қабылдаған актімен қол қойды. Одан кейін ол подрядчик өткізді, гарантиясы 3 жыл. Енді ЖКХ как заказчик ретінде аудандық комхоз бөліміне береді. Комхоз мекемесі ары қарай оны обслуживающий организация ретінде осыны іске қосу. Тағы рет ақша выделяться. Ақша выделяться еді оған. Найзонмен төкті, найзоннан кейін таспен төкті содан тұрып жарып қойған. Жоқ, маған іс қозғау керек қой маған. Гарантиясы әлі біткен жоқ. Жоқ, қайда? Жоқ, біткен жұмыс қалай? Жоқ, қайда? Акт бойынша. Какой акт? Жоқ, анан акт. Жұмыс жоқ қой, жұмыс істемеген. Жоқ, аудан әкімет. Алдыңғы алған ақшаның арты жабылмай жатыр. Енді оныңа қайтаран қазады оны. Аудан әкіміне беріп жүр. Жазылды ғой. Дархан мырза, мына жерде бір сұрақ екен. Мысалы ЖКХ қабылдап алды ма? Ол қабылдап алғанда оплесовка жасалу керек, анау насосныйдан. Пожарный гидрантқа су келу керек. Солай ма? Ол халыққа су бермей қойсын. Пожарный гидрантқа су келу керек. Ол неге қабылдап алды? Бұл трубадан вообще су өткен жоқ. Ол неге қабылдап алды? Но судебное дело надо начинать. Суд. Мына ауылдарында ауыл әкімі тұра тұрыңыз. Мына ағамыз бар, сіз бар. Арыз жазыңыз. Гарантиясы бітпей тұрғанда мына жігіт ауданға беріп жерсін. Сен жазған жоқсың ба? Немесін подрядчикін шақыртайық, жасырсақ көрейік. Ол алғанша 3 жыл гарантия бітіп қояды соң. Бір қарапайым сұрақ қойыншы. Бұл әкімнің құзырында ештеңке жоқ па сонда? Жоқ, мен сөзімді аяқтапсың. Жолды айттық. Тағы бірдеңкеге жауап береді. Жаңағы суды айттық. ЖКХ қол қойды деді, мен шаруам жоқ. Сонда бұның немене шаруасы бар? Балалар ойнайды. Мен шаруам жоқ, анау қол қойды дейді. Сонда бұның құзыреті неменеде? Хоккейный корт. Бір-екі жігіт бар да нені қопарлаша нені. Осылардың үстінде бетіндегі не? Тендерде бұл болмайтын жігіт Қали. Кім? Қалите. Ана екінен алып келді, екі. Екеуін алып келді. Ержан. Барып екі-үшеуін алып келді, сүйреп осы жерге. Жоқ. Иә, отырғай. Ана жол сіздер келеді деп ана жерді істеп қойды аны. Қара сүйреп алып келеді. Анан клей деген де жоқ. Басына клей неткен жоқ. Клей нетпейміз де клей ана. Ана істеген жігітке былай айтқан ғой мына жерде. Сен барып істейсің да сен бетіне өтірік құдаға айтқанша. Нені құрақ сеуілгенде ана сайтандар деген. Мен лично ана кісіге бардым. Мен сендер істесеңдер тұтам істетіңдер. Алып келсін. Лейден бұрын астында мынандай не төсеу керек. Жоқ, оны сонда. Жоқ, ананы әтей солай. Әкесін отырамыз. Алып келсін, отырайық. Сонда неге айтпайсың? Мынаған клиент жауындар да істейді. Ана балалар жығылса бастарын жарады ғой. Әне, әкелістір. Астында мынандай. Міне, жасалған жұмыс. Көп сүрбандар ананы. Сіздер келеді деп әтей істетіп қойды ананы. Бәрі өтірік. Как делается тендера? Осыдан шыққан соң ауданға барып, мынаған арызын беріп кетеді. Міне. Үйге ала беріңдер. Кімге керек? Кругом досым, анан қарап принимать етіп алып жүрсің. Ұятың қай дейін, анан қарасын. Енігін принимать етеді сондай. Ауылға кім жауап береді сонда? Неменесіне керек ол? Неменесіне керек ол? Жоқ, ЖКХ қайдан біледі ол? Өтті ма, су өткен жоқ па? Мен бір сұрақ қояйыншы. Енді жауап беріп алайыншы, тұра тұршы. жоқ, мен ұмытып қалам. Міне сіз бірінші мен мынандай сұраққа жауап беремін, мынандай сұраққа мынандай айтып беріңіз. Мына жігіттің тоже міндетін айтып беріңіз. Басқа сұрақты онда қоймаймыз. Ананы айта алмайды екен, мынаны айта алмайды екен. Бүкіл халық сұрайды. Бір жауап жоқ. Сондықтан қазір мына жігіттің 5 міндетін айтып беріңізші. Қандай міндет айтады?
қазір екі дейші жоқ мен айтпайын ұмыт қаламайды қазір Дарханды аламызда 2-3 километр ана осы жөнделген жолды көріп келеміз Иә. Жайту келгеннен кейін айтып кетесің ғой мыналарың жөнде деп көріп кетсіз ол жай простой нәрсе жоқ айтып берсінші әкімнің мына бала білмейді наверное әлі айтып беріңізші қандай міндет атқарып жүр мына жігіт біздің алдымызда жауап береді Алып кетіңіз Тоқтар аға міне қазір жақсы болады ауылда ештеңе алмайды жоқ неге міне айтты ғой қазір әне дастан алып кетеді әне тыңдаймыз иә не үшін жауап береді сіздер өздеріңіз сайладық енді өзінің мына кісінің 50 миллион 54 миллион ақшасы бар 3 ауылға арналған соның арасында осы жерде істейтін жұмыскерлердің зарплатасы береді жалақысы береді сосын осы жігіт қалған ақшасына ауылдардың бюджет развития участия дейді соған осындай кішкентай кішігірім облагораживание сондай қаражаты бар қалған мынандай жұмыстары ауданнан бөлінген ақша ой жақтан жеп жатырсың су құбырға бөлінген ол да ауданның өз заказчик болып берген тоқтат қой енді мына тоқтатасыз біткенде сіздермен бірге осылай өздеріңіз сайлағаннан сіздермен халықпен кездесіп жұмыс істеу халықтың егер наразылықтары болса арыздарыңызды жинап жоғарыға жеткізу керек біз уже 2 рет жинап беріп қойғанбыз қазірдан бастап сіздердің үшін тапсырып тұрмын арыздарыңыз мына жайында арыздарыңызды алады жол жайында арыздарыңызды алып су құбыры арыздарыңызды алып ауданға ол қойды ғой баяғы заманда одан енді өзім қадағалап жүреді ал біткен ал біткен жұмысты қабылдау жоқ ана қабылдайтын кім бұл жауап мені қанағаттандыра алмайды мінесін істейді осыны істейді бірақ та басқа қандай міндеттері бар қандай міндеттері бар мен уже міндетімді білемін Маралды ауылдық округінің халқын қорғауға міндетті ме? Міндетті. Неге қорғамайды ана милиция көрінген ана залаттарлар неге халықты қорлайды? Дархан, алғаш келгенде кабинеттің бар кім иә? Біздің әкеміз де кабинеттің айтқанымыз екеуміз әңгімелесіп отырғанбыз. Сен осы халық үшін істеу керек қой. Енді сен ол жұмыс істемесең, онда мына бабушканы қойып қой. Рашида болсын. Отыратын кісі болса. Рашида болсын. Досым, Рашида сен бол. істей алмайсың. Сен демалда өз мешітке басасың. Бұрынғы мешітке сақалыңды өсірді, сол жаққа кетсең, сен елде абыройыңды төгіп, елдің алдында жаман атты болды, сенің алдында шешеңде жаман атты болды, сенің арқаңда өзіңде жаман болды. Сен ауылдағы ең қара бет адам сенсің. Енді осыны қойда кетсең, саған не керек саған басқа? Саған енді не керек өзі, айтып өз, халықтың алдында. Ана жолы айттық саған, ей, досым, ана жолы, сен ана жеген әгі, мәшінді жөндеткен ақшаны осынша кетті дегенде, сонда айттық қой, досым, сол кезде мәшінге қанша ақша кеткенде, елдің алдында кешірім сұрап тұрып, соны айтсаң, ел халық сені аяғынан бастап өзі көтеріп алмай ма деді қой. Ұялмай сен ана елге жауаптысың оны. Еші өзің айттың емес пе? 1 миллион ақша үйде тұр дедім ғой сен. Бар алғандар дедің ғой яғы, мәшін жөндеткен ақша. 1 миллион ақша үйде тұр. 1 миллион үйде тұру керек ол 1 миллион ақша. Қарамағанда кісі солай айтқан кейін енді міне болды. Ана жол біз ауылдың жігіттері келіп жиналып айтты. Досым. Досым, Дархан, алып кеттіңдер мына жігітті. Керек жоқ бізге. Кім Дархан бүйтіп айттық. Бұл жігітке ұяты болса. Бүкіл халықтың алдына жауап берші дедік, иә? Сонда бұл жауап берілмеді ғой, яғы жеген ертеңнен бастап бәрінен сұрасың, ақшасын бере алмай, жауап бере алмай, сендер малғындар екенсіңдер ғой, ұқпайтын деді. Иә. Кісілердің көзінше, бірақ талай кісі естімей қалды. Еще бүйтіп. Сол кезде сен, ақшаны мен қателесіп, жастығымен алай-бұлай жұмсақ қойып ем. Халқын кешіріңдер десеңдер, сол кезде сен халық өзі көтеріп алар еді ғой. Сен одан тіпті сүмірейіп отырсың. Енді саған не керек, мына жұмыс не керек? Мынандай халықтан жамандық қарғыс естігенде сен міне жұмыс істеп жүрсің, өзің отказ беруің керек қой. Жарысып қалдың ба осы таққа? Айтшы сен. Өзіміз сайлап аламыз ауылдан. Айтшы.
Ең үлкен қателігіміз болды. Мен болмаймын. Сайламаңдар, болмаймын. Басқа сайласаңдар мен болмаймын. Қашан келсең мон тиіп тұрасың, қашан келсең әкімнің көтіне тығылып тұрасың басқа жаққа. Немене абырой қалды сенде? Халықтың алдында әне шешеңде тығылып отыр, шыға алмай. Сен де түсің, енді саған жерге бұдан абырой не керек сендерге? Міне бетіңізге абырой халықпен бірге болғанның орнында елки өзің зағатарлардың жағын жақтап өзің шатылып жүрсің елки. Жұмысқа вообще кет ауылдан. Жұмысқа шақырып, каждый кемпірдің үйіне барып агитация. Міне апайдың үйіне нешірес бардыңдар, телефонмен звондадыңдар. Ана мені көршім Гүлен Ханван. Дархан айтқан деген айт, алып кет мына жігітті. Бізге өзіміз сайлап аламыз әкімді. Мені көршімді, мына кемпірді. Сөйлеп мына кісілер құтырып қойды ана. Ана не айтқанын білмейді жоқ. Біз барсақ былай дейді. Ана жолы мына аудан әкімін айтқанбыз. Тығылып барады, ана үйіне кіріп алып, соны кемпірмен сөйлесіп, ұят қой саған, ұят қой. Қаншама жігіт. Ер адам деген былай, ер мінез деген болу керек қой. Намыс, еркек, намыс. Айт болды. Айт. Қайта өзің сайладым деме. Оны Нұр Отан сайлады. Бәрі бір. Мына жерде айтпа. Дауыс берген кісілерге бар шығар. Боласың. Абырой. Жоқ, тұра тұрыңыз. Тұра тұрыңыз. Сөз бердіңіз ба, тыңдаңыз. Жоқ, абырой туралы сөз бердіңіз ба, тыңдаңыз. Мына жігіттің осы ошаққа шығарып, елдің көзінше ұятқа қалдырып, не болды сонша? Ол біз сонда халық келіп тұра тұр. Жоқ, мына жерде ел жоқ қой бәріміз. Енді екіншіден, ұнамай ма? Өздеріңіз араларыңызда шешпейсіздер ма? Жоқ. Мен шешейін ал. Жоқ, өзіміздің арамызда неше болған? Өсет, жай, кет. Неше рет ара жаздық қой. Жоқ, подождите. Ал жарайды, қазір сайламайсыңдар ма енді? Қазір сайламдар. Жоқ, әкімнен. Содан басталады. Жоқ. Мына жігітке шындық айтты ма? Шындық айтқан жоқ. Жалған болса, мына жігітті сотқа беретін құқығы бар. Берсін. Енді не қыласыздар оны? Араларыңызда сонда. Жоқ. Намыс болса, тұра тұрыңыз. Тілеп алған ақнері. ағайындар, тұра тұрыңыздар. Кеткенше әкім болады. Как понять кеткенше? Уақыт біткенше ма? Не уақыт біткенше, не өзі? Ол досымды ол әкімді тәрбиелеп біткенше бүкіл күшімізді залаттарға Жоқ, бұл жігітпен алысқанды қоямыз. Бұл жігіт залатта жақпағанды қойсын. Агитация жасамасын. Жоқ, бұл жігіт ешкім алыспайды. Залатта жақпен шықпасын болды. Араласпасын тірлікке болды. Бірақ біз өзіміз тоқтатамыз. Жоқ, өзіміз тоқтатамыз. Айту емесіңдер, біз істейміз. Заңдарында біз заңдарында бізге жұмсаңдар болды. Біз заңдарында ғана әкемдерді ана жолғысағанға көрінген үйге амондарыңды тығыңдар, көрінген бұрышқа амондарыңды тығыңдар да келіңдер де бізді ұстап алыңдар. түзетіп отырмыз. Сендердің қолдарынан келетін. Уже гарантия жоқ. Ана жол келдіңдер, ана жерге тықтыңдар, төмен жаққа тықтыңдар, залатарға тықтыңдар, амонда. Ана жерде терезенің тығылып отырғанында көріп отырмыз. Сол жерге тағы да тық қойыңдар. Тығып қойыңдар да халықты давить етіңдер. Сендердің қолдан келетін сол. Сол ғой келетіндер. Ауылда баланы баскетімен қолап жүріп, сонда келсе, оған заң бар. Заң бұзылады. Біз ғана бұзып отырмыз. Анда бұзып отырған жоқ, иә. Заң бұзып Анда бұзып отырған жоқ, иә, заң. Біз ғана бұзып отырмыз. Заң бұзсаң да, бізге тікайт етпеңдер үйтіп бұзамыз деп. Мен сізге жаңа айттым ғой, заң бұзылады. Бұзылана кім біледі, оны Құдай біледі бұзатынын. Кім кінәлі болады? Мүмкін сен бұзасың сол заңды. Соған кім кінәлі болады оған? Жабай терзені. Кім кінәлі болады? Заң бұзылған кім кінәлі болады? Заң бұзылған адам кінәлі болады? Бірінші бұзып тұрған сен де біз соны провокация етіп тұрған. Жеткізген адам кінәлі болмайды ма? Заң жоқ па? Жоқ оларға. Олар да заңға. Жоқ олар ақ адамдар. Анағын айттың, сен радиологсың, радиацияны қайдан білесің? Әкіммен бірге алып келеміз. Магистратура мамандығым технический.
Болды. Вообще база жоқ оларда. Гумилевта. Гумилев. Самый жақсы болды. Сыдый болды біздің не бойынша технический. Исатбаев Алматыда. Ал Гумилевта технический ешқандай база жоқ. Қолымызда штангель циркульмен ғана. Штангель циркульмен ғана оқытады. Олар қағаз жүзінде істеп береді. Оның результатына Рабочий группа. нәтиже болмайды. Оны А кім көп? Неге жоқ соларыңыз бар да ондайды. Дұрыс емес та ол. Міне екі Америкада қалай болып еді осы деген бір баласына тиіскен дейді. Осы бір түн, бір сағат ішінде осында келіп қояды. Экипаж. Мен ойлаймын, ушықтырып жатыр да. Мен ойлаймын, мына жерде жиналыс болып жатыр ғой енді. Бәріміз айтамыз, сөйлейміз, содан кейін кетеміз ғой. Мен ойлаймын, қазір протокол жасайық. Қандай сұрақтар болды, қағазға түсіріп. Содан кейін оның Міне алдым. Міне бетінде құртты қарасын немесе қойған. Журналистер міне тексеріп алмады. Тағы бір Мынаған кім қол қойды мына клубқа, иә. Ана жолға қанша мына Погашевпен ненің ортасында қанша ақша бөлінді? Қатынасы қанша? Айтшы. Жоқ. Ауылдың несі тура осы секілді. Тұрас, міне. Ана жолы жолға бөлінді, сен мына Погашевпен, ана Шұлақпен Мароккан ортасын бәленбай миллион бөлінді. Ана нелеп дайынды қар келіп та істейді деді. Қанша ақша бөлінді, айтшы. Жоқ, айтшы өзі дауыстап. Жоқ, сен ақша берген айтшы, өзіміз айтамыз. Айқаламай қойыңыз мен. Айтсаң, жоқ, ақша қанша берген айтшы. Айқаламай дейсің. Жоқ, сен қанша миллион ақша берген айтшы, басқа сен сұрап тұрған жоқ. 13 миллион 450 мың. Иә, ана жерге қанша жөнделдіңдер? Оны бұл жерде тапсырыс беруші аудандық ЖКХ бөлімі. Жоқ, мен оны қадағаламайын ғой. Сен ананы істерсің, не қадағаламайсың? Сен территория округке сен ответ беру керексің, оны қалай сен қадағаламайсың? Досым. Ананы істеп кеткен жолдан қарай. Қазір қарапайым құлап жатқан көпірдің бетін жүземей кеттіңдер ғой сендер. Сен неменесіне әкім болып отырсың сонда? Неменесіне әкім болып отырсың ауылға қарамасың? Қайтып ұрыспайсың? Вот біздің ең үлкен қателігіміз осыны сайлап алған. Залатарға барып кір барын. 13 миллионды халыққа берсе, мына атарбаймен жөндейді ана жерді. Адыл. Салғаны бұған жесін деп сайлағанымыз жоқ. Қатынасы жоқ ана жолға. Жемегенде нағыз түсатын уақыты болды бұның. Қатынасы жоқ мына жолға. Әне, осы емес пе принимать етіп алатын жолды көреді. Мына жолды бітті. Әкім қоғамдық сайлауда біз бармыз, бізді шақырып, мына жолды бітірді. Неге көрсетпейді? Неге қасы жоқ? Жоқ. 3 километр. 3 километр территория біздікі ме? Біздікі. Ана залаттарды қорғап беріңдер, 3 километр радиус. Жердің астына конституция 206 бабында жазылған ба? Жердің астында үстінде тұрғылықты жерлік деп сөйлеп жазылған ба? Жоқ, Данил Ахметов айтшы, аға мен тойдым ауылдың. Енді бармаймын. Бармаймын. Бір-екі аптаның ішінде өзі келеді. Бір-екі апта бір жыл болды емес. Онында қашқа келді қожа. Жұмысы сондай. Осында келмей. Жоқ, енді бір сұрақ қойыңыз. Вообще ары қарай кетіп қалды. Bir sıra жердің заң бойынша өкіметке қайтару жұмыстарын бастайды. Қанша уақытта бітетінін білмеймін мен. Бастамай-ақ қойды. Жер қатынастарын сіздер пока оны ойланасыздар, пока қайтарасыздар, пока жөндейсіздер уже. Оңға дейін осы сұрапты керек жоқ. Барып қуып түсіріп болды. Жоқ болады ол. Уже өкіметке сенбейтін апарамыз. Міне мына кісі айтты ғой жаңа. Бір жауап берсем болады ма? Ал айта. Сіз есіміңізді қашан бері білмей жүрмін. Рашида апай. Иә, сізге қанша уақыт кететінін нақты айта алмаймын, бірақ сол жұмысты тездетуге бар күшімді саламын.
Точно? Иә. Енді қараңыз. Мен артынан қалмаймын. Қалмай қойыңыз. Неге десе мен де уәде беремін. Әйел болсам да уәдемде тұрамын. Менің телефон түгелдерінде бар. Хабарласып. Жоқ, бірақ күнде переводчиіміз обычно бізді күшімді. Заводтардан аққан сар сідікті суды ішіп отырмын деді. Біздің ауылда 20-22 жылдары таза су бағдарламасымен су тартылды су. Сол су қайда? Құбыр тартылған. Неге таза су ішпей отырсыңдар? Ол жұмыс баяғыда бітіп қойған. Сол су қайда? Ақшасы қайда? Ауыл ішінде артынан жауып жек қойды. 350 миллион екен десеңіз өзіңізге айттыңыз ғой. 384 миллион. Ол жаңа бастық және басқа организация деп отырмыз ғой енді. Анау той дейін басқа таза сулардың бәрі. жоқ, оны анда қойды ғой енді басқасына каждый үйде су бар. осыны 5 рет қаздыңдар. Көше қойда. Соған іс жүргізілді ме? Арық жүрмей қалды. Суды қойып арықтан айырып қалды. Колонкалардың бәріне су жоғалып кетті. Колонкалар жоқ қазір. Пожарная безопасность бойынша, пожарный безопасность. Арық жүріп жату керек мына жерде сылдырап. Гидранттар жұмыс істеп тұр ғой. Бастап ана ішіп отырған судан немене ішіп жатқандығын Су қайда? айтайыншы жағдай. Қазғаннан кейін қыста қазды ғой. Енді оның орнына шлангы жармау үшін осы ауылдың ішіндегі тұрған үстіне қазған жер. Содан кейін одан жапты. 2-3 күннен кейін сарсыздық болды деген. Ербол, тұра тұрыңыз. Сарсыздық болды деген. Шәлмей қойдым. Содан айтып, айғайлап жүрген кезде әкім тәртіпті әкім болатын қатты. Айттым осы кімдер бар әкімдерде. Өзінде содан істедім. Міне қарашы міне деп. Содан айтып ақыры міне жерде уәде кәсіпті осылай ішіп отырмыз. Осы арада шәлмей қалдым. Үйден қашып Жоқ, енді оған қозғау керек қой. Найзам толтырса. Қозғалған жоқ, біз қозғалған жоқ енді. Тағы да тендер ойнатады енді. Иә, енді қайта бір басқа бір болады. Соны суды тексертті, тексергенде мына суды бұлаған, байлаған ішуге жарамайды деп тексеріп шығарып береді. Қалаға барып тексерткен. Ішуге жарамай қалды бірақ. Содан мына акиматқа, мектепке неге баратын уәде кәсіпті. Ол ішінде баласы да жоқ. Содан ішіп отырған. Тұрбалар сынбасын деп найзам төккен ғой тасты. Тыңдап алайық. Қазіргі таңда ол 2021 жылы қараша айында салынып басталған, 13 ай көлемінде салынды. 2021 жылдың желтоқсанда ЖКХ бөлім басшысы Акрам Мақсат Махмудович деген қабылдаған актімен қол қойды. Одан кейін ол подрядчик өткізді, гарантиясы 3 жыл. Енді ЖКХ как заказчик ретінде гарантиясы өтіп кетті. Композ бөліміне береді. Композ мекемесі ары қарай оны обслуживающий организация ретінде осыны іске қосуды. Енді 2 жыл болды ғой ол. Найзамен төкті, найзамнан кейін таспен төкті ана тұрба жарылып қалған шығар, жоқ шығар. Гарантиясы әлі біткен жоқ. Гарантиядан бұрын су жоқ қой онда, қайда гарантия? Су тартылған жоқ қой. Жоқ, гарантиядан бұрын су жоқ қой ішінде. Алдыңғы алған ақшаның арты жабылмай жатыр. Енді оны қайтаран қалады оны. Арыздарыңызды алыңыздар, аудан әкіміне беріп Дархан мырза, мына жерде бір сұрақ қоямын. Мысалы, ЖКХ қабылдап алды ма? Ол қабылдап алғанда апписовка жасалу керек, ана насос дейді. Пожарный гидрантқа су келу керек, солай ма? Ол халыққа су бермей қойсын, пожарный гидрантқа су келу керек. Ол неге қабылдап алды? Бұл трубадан вообще су өткен жоқ. Өткен жоқ. Ол неге қабылдап алды? Әне көшенің бәрі ойып. Судебный дело надо. мына алдарында ауыл әкімі тұра тұрыңыз. Мына ағамыз бар, сіз бар. Арыз жазыңыз. Гарантиясы бітпей тұрғанда мына жігіт ауданға беріп жерсін. Ондай әкімге соны жіберейік. Немесін подрядчигін шақыртайық, жасап көрейік. Ол алтай жағанға шу гарантия бітіп қояды соны. Мен сізге бір қарапайым сұрақ қояйыншы. Бұл әкімнің құзырында ештеңке жоқ па сонда? Жоқ, мен сөзімді аяқтап тастайын. Жолды айттық. Тағы бірдеңкеге жауап береді. Жаңағы суды айттық. ЖКХ қол қойды деді, мен шаруам жоқ. Сонда бұның немене шаруасы? Балалар ойнайды. Мен шаруам жоқ, анау қол қойды дейді. Сонда бұның құзыреті неменеде? Хоккейный корт, ол біткен жоқ. Мынау ол. Жоқ, тоқтаңыздаршы. Мына жерде на прошлой неделе, можно я скажу? Осыған қосайын. Осы жайында біз ана өткен жұмада Алиев бізге площадка жасады ғой. Сол кезде
лесхозда, экологтарда бәрін акиматтар жауап береді дейді. Қызылгүлге де акимат жауап береді. Сіздер көрдіңіздер ме сол видеода? Бәрін акимат жауап береді. Біз жауап бермейміз деп. Лесхоз біз даже неге тоғайға да жауап бермейміз деген сияқты. Құлыптарыңыз Қожа Насырдың күйі мына қарап міне сіздер қойған Қожа Насырдың күйі Ермол бір-екі жігіт бар да ана нені қойбарда және нені үстінде бетіндегі не Қали кім Қалике ана екінен алып келіңдерші екеуін алып келіңдер Ержан барып екі-үшеуін алып келіңдерші жүрем осы жерге жоқ хан көрсін ана жол сіздер келеді деп ана жерді істеп қойды қара сүйреп алып келеді анан клей келген де жоқ астына клей нетпейміздер клей бәрін жей қойған ана істеген жігітке былай айтқан ғой мына жерде сен барып істейсің да сен бетіне өтірғаны құдайға айтқанша мені құрғақ клей істеуің келді ана істейсің да деген мен не үшін ана кісіге айтып ей сендер істесеңдер дұрыстап істеп кетіңдер әділе анада клейден бұрын астында мынандай не түсіру керек жоқ ол сондай жоқ ананы әкей солай сен білесің ғой ана осыны келген сонда неге айтпайсың мынаны клей жауыңдар да ана балалар жығылса бастарын жарады ғой астында мынандай моншаның ішіне көп түсіріп алды ананы сіздер келеді деп атеист етіп қойды ананы моншаға басқа жаққа басқа жаққа моншаға иә үйге алып кетіңдер ана не кімге керек ананы қарап бірдеме айтып жүрсің енеге бірдеме айтады сондай ауылға кім жауап береді сонда әкім неменесіне керек ол әкім неменесіне керек ауылға ЖКХ қайдан біледі ол өткен су өткен жоқ па мен бір сұрақ қояйын енді жауап беріп алайыншы жоқ мен ұмытып қаламын бірінші мен мынандай сұраққа жауап беремін мынандай сұраққа мынандай сұрақ мынандай айтып беріңіз мына жігіттің тоже міндетін айтып беріңіз ал басқа сұрақты онда қоймаймыз ананы айта алмайды екен мынаны айта алмайды екен бүкіл халық сұрайды бір жауап жоқ сондықтан қазір мына жігіттің 5 міндетін айтып беріңізші қандай міндет дұрыс екі шақырым жоқ мен айтпайын ұмыт қалам айтайын қазір дарханды аламызда 2-3 километр ана осы жөнделген жолды көріп келеміз сонда сіздерге айту келген екен айтып кетесің ғой мыналарын жөнде деп көріп кетсің простой нәрсе жоқ бір-екі мен жүресің әкімнің мына бала білмейді наверное айтып беріңізші қандай міндет атқарып жүр мына жігіт білмесе неге әкім болады жауап береді неге жауап береді біз ананы сұраймыз мынаны сұраймыз немене жауап береді мына жігіт или пустое место ма тастан алып кетеді тыңдаймыз иә не үшін жауап береді сіздер өздеріңіз сайладық енді өзінің мына кісінің 50 миллион 54 миллион ақшасы бар үш ауылға арналған соның арасында осы жерде істейтін жұмыскерлердің зарплатасы береді жалақысы береді сосын осы жігіт қалған ақшасына ауылдардың бюджет развития участия соған осындай кішкентай кішігірім облагораживание сондай қаражаты бар қалған мынандай жұмыстары ауданнан бөлінген ақша жаңағы су құбырына бөлінген ол да ауданның өзі заказчик берген енді мына сіздермен бірге осылай өздеріңіз сайлағаннан кейін сіздермен халықпен кездесіп жұмыс істеу халықтың егер наразылықтары болса арыздарыңызды жинап жоғарыға жеткізу керек біз уже 2 рет жинап беріп қойғанбыз қазірдан бастап сіздер бөлшін тапсырып тұрмын арыздарыңыз мына жайында арыздарыңызды алады жол жайында арыздарыңызды алады су құбыры арыздарыңызды алып ауданға одан кейін өзің қадағалап жүресің
Ал біткен жұмысты қабылдау. Жоқ, ана қабылдайтын кім бұл? Ол біткен жауап мені қанағаттандырмайды. Жоқ, міне мына кісі осыны істейді, бірақ та басқа қандай міндеттері бар? Қандай міндеттері? Бір қабылдайды. Жұмыс істеймін, председатель. Мен уже міндетімді білемін. Маралды ауылдық округінің халқын қорғауға міндетті ме? Неге қорғамайды? Ана милиция көрінген, ана залаттарлар келіп, неге халықты қорлайды? Дархан, алғаш келгенде кабинетке барып ме? Біздің әкеміз де сенсің балам, шешеміз де сенсің, білесің ба? Кабинеттен айтқан екеуміз әңгімелесіп отырған. Сен осы халық үшін істеу керек. Ең сен ол жұмыс істемесең, онда мына бабушканы қойып әйдіп кабинетте отыратын кісі болса. Рашида болсын. Досым, Рашида сен бол. істей алмайсың. Немене Рашида бол. Досым, мына халқыма істей алмайтын жұмысың бар. Сен демалда өз мешітке барсаң, көшің бұрғы мешітіне сақалыңды өсір де, сол жаққа кетсің. Сен елді абыройыңды төгіп. Бетің бүл көтпейді екен, рас. Шешіңде жаманатты болды, сенің арқаңда. Өзіңде жаман болды. Сен ауылдағы ең қара бет адам сенсің. Енді осыны қойда кетсең, саған не керек саған басқа? Саған оны не керек өзі? Айтып өз, халықтың алдында. Ана жолы айттық саған. Ей, досым, ана жолы, сен ана жеген әгі мәшінді жөндеткен ақшаны осынша кетті дегенде, сонда айтып қой. Досым, сол кезде мәшінге қанша ақша кеткенде, елдің алдында кешірім сұрап тұрып, соны айтсаң, ел халық сені аяғынан бастап өзі көтеріп алмай ма деді қой. Ұялмай сен ана елге жауаптысың оны. Еші өзің айттың емес не? 1 миллион ақша үйде отыр дедің ғой сен. Бар алғанда дедің ғой, мәшіт жөндеткен ақша. 1 миллион ақша үйде отыр. Оны үйде отыру керек ол 1 миллион ақша. Қарамағанда кісі солай айтқан кейін енді міне ана жол біз ауылдың жігіттері келіп жиналып айтты. Досым, Дархан алып кетіңдер мына жігітті. Керек жоқ бізге. Дархан бүйтіп айттық. Бұл жігітке ұяты болса. Бүкіл халықтың сен халықтың алдында жауап берші дедік, иә? Сонда бұл жауап бере алмады ғой, ертеңнен бастап міне бәрінен сұра сенбесең, бәрі қарсы. Ақшасын бере алмай, жауап бере алмай, сендер малғұндар екенсіңдер ғой, ұқпайтын деді. Иә. Кісілердің көзінше, бірақ қалай кісі естімей қалды. Еще бүйтіп. Сол кезде сен, ақшаны мен қателесіп, жастығымен алай-бұлай жұмсақ қойып ем. Халқын кешіріңдер десеңдер, сол кезде сен халық өзі көтеріп алар еді ғой. Сен одан тіпті сүмірейіп отырсың. Енді саған не керек, жұмыс не керек? Мынандай халықтан жамандық қарғыс естігенде сен немене жұмыс істеп жүрсің? Өзің отказ беруің керек қой. Жабысып қалдың ба осы таққа? Айтшы сен. Өзіміз сайлап аламыз ауылдан. Қалсаң айтшы. Ең үлкен қателігіміз болды. Сол кезде келсем салсаң өзі көтеріп алмай ма? Қашан келсең мон түйіп тұрасың, қашан келсең әкімнің көтіне тығылып тұрасың басқа жаққа. Немене абырой қалды сенде? Халықтың алдында әне шешеңде тығылып отырды, шыға алмай. Сен де түсің, енді саған жерге бұдан абырой не керек сендерге? Міне абырой халықпен бірге болғанның орнында елки өзің затарлардың жағын жақтап өзің сатылып жүрсің елки. Жұмысқа вообще кет ауылдан. Жұмысқа шақырып, каждый кемпірдің үйіне барып агитация жасап міне апайдың үйіне несібес бардыңдар, телефонмен звондадыңдар. Ана менің көршім Гүлен ханым. Дархан айтқан жерден айт, алып кет мына бізге. Өзіміз сайлап аламыз әкімді ауылды. Менің көршімді кемпірді. Сөйлеп мына кісілер құтырып қойды оны. Ана не айтқанын білмейді. Біз былай дейді. Біз ана жолы мына аудан әкімін айтқанбыз, алып кетіңдер мына. Тығылып барады, ана үйіне кіріп, соны кемпірмен сөйлесіп, ұят қой саған, ұят қой. Қаншама жігіт. Ер адам деген былай, ер мінез деген болу керек қой. Намыс, еркек, намыс. Айт болды. Біріншіден, өздеріңіз мен бұл жерде тұрмадым, кетіп қаларым. телефонларыңыз өшті ғой ма? Ауыздан бассын. Кәз. Абай, тұра тұрыңыз. Айтсын, апай. Сайлады деп тұрып, осындай бір жиналысты. Сайлабаса қайтадан сайлайсың ғой. Оны нұр отын сайлады деп айтты емес пе? Айтты. Сіз қайта өзің сайладың деме. Оны нұр отын сайлады. Бәрі бір. Мына жерде айтпа. дауыс берген кісілерге
Жоқ, алжайт сайланса енді қайтымса риза болдың не? Не, қатып қалмады. Иә, жасын түсінбейді. Иә, айтты. Өздерің мен сізбен ұрсай келген жоқ. Жай түсіндіріп берейін. Енді қиматта бірге абырой туралы айтпаңыз, тұра тұрыңыз. Сөз бердіңіз ба, тыңдаңыз. Жоқ, абырой туралы сөз бердіңіз ба, тыңдаңыз. әділ ағам жанына барайыншы мен әділ аға тұра тұрып қойшы не ол сонша? Ал ол біздің ит қылған кезде біз сонда халық келіп жоқ екен. Жоқ, қажет жоқ. Шындық айтты ма? Шындық айтты. Жалған болса, мына жігіт сотқа беретін құқығы бар. Береміз. Енді не қыласыздар оны? Араларыңызда соны араларыңды ашып. Біздің арамыз ашып кеткеніміз жоқ. Ода ұяты жоқ, ода ұяты жоқ. Ұят смесін. Баласына тиіскен дейді. Бір сағат осында деп қойды. Экипаж. Ушықтырып жатыр да. Мен ойлаймын, мына жерде жиналыс болып жатыр ғой енді. Бәріміз айтамыз, сөйлейміз, содан кейін кетеміз ғой. Мен ойлаймын, қазір протокол жасайық. Қандай сұрақтар болды, қағазға түсірейік. Содан кейін оның біреуін өзімізге қалдырайық, екіншісін мына мырзаға берейік. Ол үйіне барғаннан кейін, жоқ кабинетіне барғаннан кейін түгелдей оқиды. Каждыйына галочка қояды да, соған ертең бір күн тағы келеді бұл кісі. Сол жерде соның барлығына жауап береді. Ал біз қазір айттық, видеоға түсірдік, инстаграмға жібердік, болды. Ал енді халыққа, мына жерге халыққа жауап беру керек. Сондықтан, жолдам, кешке шейін осында боласыз ба? Қайдан беріп жүресің? Ертең біз тағы да собрание қойып отырмыз. Я біз ертең тағы боламыз осы жерде. Ертең басқа түскенде. Басқа жұмыстарым бар. Тоқтап тұрса он десе пломбировать етіп кеттіңіздер техникалар. Қозғалмасын. Жоқ, бір күн келетін болса, бармай қойсын осында. Жоқ, мыналар техниканың бәрі тоқтап тұрса, пломбировать етіп тастасын техникасы. Содан кейін ешқандай әдіспен алтын қазуға қарсымыз, ешқандай әдіспен қазбасын, бізге вообще кеспесін, жолламасын. Табиғатымыз осы қалпында қалсын. Жазу керек, қартымыз деп керек болды. Енді бір сұраққа жауап берілмей алды ғой. Нәпсінің телефонын батареясы болды. Енді мына кісілер түсіп тұр ғой. Ауылдың әкіміне наразы болсаңыздар, осы наразылықтарыңызды Өскеменге барып басшылыққа жеткізеді. Соны біліп қойыңыздар. Өзім жеткіземін. Болды. Өзім жеткіземін. Одан кейін нәтижесін өздеріңіз. Дархан, бір 15 минуттың бөліп ана жолды да көре кетсең жақсы болады істеп қойған жолдар. Неше километрге деп бөлініп еді? Досым, неше километрге деп бөлініп еді жол? Алан жерге қанша септіңдер сендер? 10 қама септіңдер ғой. Барып көрейік оны. 440 камазбен қыстауға жетіп қоймаймысың Туғашевтен ай. Алдындағы жол дұрыс болатын. Техника тамызатты қалған жолдан
Басқа келмейді. Дархан, ана жолда Дархан. Bir жыл var dedi. Үш күннен кейін тоқтайын ба? Үш күннен кейін қолыңыз тие ме? Жоқ, кетпейді ол осы. Үш күннен кейін келіп ана техниканы түсіп жасап. Бұйырса келесі аптада болса келеміз. Жоқ, онша үш күннен кейін өзім шақырамын. Техникасы өзінің қағазы бойынша жұмыс істей береді. Оның міне біріншіден опытно-промышленный обучаға қағаз, бірақ фабриканы салуға қағаз Қайта басталды. Ол енді өтіріксіз. Жоқ, не Дархан? Добыча басталған жоқ, қалай добычаға ол? Добыча істейсің. Дархан, былай істесе қалай болады? Давай, разведкасын жасасын, фабриканы пломлайды да тоқтатайық бармыз. Фабриканың қағазы ең басты. Жоқ, қазір сонда халық тыныс алады. Жоқ, фабрика салынбайды, министрлік. Жоқ, былай барайық тоқтатсын. Жоқ, фабриканы тоқтатайық, фабриканың несін тоқтатайық. Ол енді добыча жоқ болса, анау фабрика неге? Ол неге салады ол? Неге салады? Промышленный обучаға бөлек. Фабриканы салу бөлек. Например, міне 11 рет жиналыс болғанда неге айтпаған? Мынау фабрика, мынау добыча, мынау разведка. Бөлек қой ол. Енді мен білмеймін. Жоқ, ол ондай емес. Жоқ, ол жағынан тұтас істей алмайсыз ғой. Жоқ, Сапыр апай. Ол солай не емес ол. Не бойынша тұратырмыз. Мен түсінігі бойынша 3 күннен кейін рұқсаттар бітеді, бірақ техника түспейді. Потому что олар техникамен завод салады, правильно? Бірақ добыча жасамайды. Добыча жасамайды. Жоқ, неге завод неге салады, рұқсат жоқ болса? Гарантия. Biz давай айтайық, фабрика салмасын деп. Осыны айтайыншы, бәрден шығанда жоқсын. Материал жетіп тұр. Ақша шығармай қойып, бәрі қалдырмайсыз фабриканы. добычаға материал, вот и то Жетіп тұр. Әлі добыча басталмай, разведка ғой, опытно-промышленный болса да ол разведка. Неге фабрика салады? Фабрика ғой, ел шулап тұрған фабрика ғой, неге Нағыз добыча. Және қағазға жазайық, фабрика салмасын деп. Бірақ ал сол жетеді сізге. Сонымен барайық та қазір барамыз ба, ертең барамыз да тоқтатайық. Қазір барайық. Біз тоқтатайық, осы ауыл барамыз да тоқтатайық. Ел бара керек па сіздерге? Сіздерге сол керек па? Заңсыз тоқтатамыз. Енді сіздер осыны адамдарды соған итермесеңіздер. Подождите. Дәл сізге, Дилдаш апай, министр экологияға не деп айтты сізге? Бірден семейде министр экологиямен кездестім. Өзімен ауылда өстіп сөйлестім. Сол кезде ол кісі маған былай деп айтты. Мен мынандай сұрақ қойдым. Бізден завод салып жатқан жерде 7 түрлі гүлдің қызыл кітапқа енген 7 гүлдің өсімдіктің түрі табылды. Министерство биология комиссиясы келіп өздері акты қайда? Мен саған жай ғана бердім ғой. Актыны жазып мен қолымда көрсеттім. Сонда ол кісі маған бүйтіп айтты. Келесі жұмада кісілер жібереміз. Барамыз да тоқтатамыз, болды. Сол екі қызыл кітапқа келген жерге рұқсат бермейміз. Табличкаға қойып кетір. Мына жерде ғана бар деп. Содан кейін қызыл кітапқа енгендер көрсетіп қойып қойды. Сол жерде ғана деп. Бұлақты айттым мен. 7 бұлақ бар. 7 бұлақ бар. Осы 7 бұлақтың 3 бұлағын жауып тастаған. Кеше өзім көзіме көрдім. Жауып тастаған. Ол бұлақтың суы міне Маралды өзеніне, Күршім өзенімен бірігіп, осы міне Бұқтырмаға, Ертіске, Ағыға солтүстік мұзды мұхитына дейін бар еді. Бұл катастрофа ғой енді. Ана цианид кететін болса, бір тамшы цианид кететін болса, бүкіл өзен құриды. Бүкіл ауыл, мына 10 ауыл ар жағында қаншама халық құриды. Астанада су жоқ деп жатыр. Енді осы су уланады деп жатыр. Бүкіл әлем уланады деп жатыр. Осы неге бұлақты тоқтатып тастады? Неге ол заводты салып жатыр деп еді? Сондағы айтқаны, бұлақтың көздері ашылады. Қайтып ашады. Ашылады деді.
Мен маған берген жауабы жол қайта башлады. Бәрін 5000 тонна немен жауап тағып қайташы. Bir gün tespit çıkardı siyanitпен. Зерттеу жұмыстарын жүргізеді. Бұл Гумилевтан келеді. Гумилевте ондай құзыреттілік жоқ қой, онда лаборатория жай мына бала айтты ғой міне. Ол жерде ондай Гумилевте ондай жоқ, міне оқып бітірген. Қалай оны Гумилев тексереді? Сенесіздер ме сіздер? Жоқ. Келді ме өзім, келді ме халық біреу келіп, Гумилевтан келіп тексеріп Ökelimiz dedi жүргізді ме? Ananı isteyilmeyen adam altında kaçıp sizde ananı isteyilmeyen adam. Екі çübörük isteyilmeyen adam. 30 жыл, иә. Мынандай тәуелсіз Қазақстанда тұрып, 30 жыл дамыған Қазақстанда тұрып, какой-то бір кучка золотарға күшіміз жетпегенге шымасы. Күштер жетеді. Жоқ, қараңыздар. Сұмдық қой, мынау сұмдық. 20 тонналық көпір бір түнде. Қараңыздар, ана екі çübörükке жетпеген өкіметтің күші алтынға қайтып жетеді енді. Сіздерге кеп тұрған кісінің шамасы сол. Кім болса да шамасы сол ғой. Ана екі çübörükке шамасы жетпеген адам алтынды қайтып тоқтатады. Міне ақты. Мен осымен бардым міне. Көзіне ол кісі маған көрсете қойыңыз, бұл менде бар деді. Министр биологтардың қолға қойған міне бірінші бетте қолы, міне екінші бетте қолы. Бұл қорғалу керек деді. Бұл қорғалу керек. Бұл қызыл кітапта 81 жылы осы өсімдіктер сол кітапқа кіргізілген. Оны каждый адам қорғау керек. Білден шапай, ол андағыны бар ғой, қорғалу керек екен, бәрі, халықтар, мына кісілерді білмей, қазір барамыз да басына шығамыз. Соға татамыз. Болды. Басына шықпаймыз. Шығамыз. Қазір барып. Соның видеосы бар, который өзі айтқан, бірінде, 22 жыл, 1 декабрьде, олардың жұмысы фабриканың бітет деген. Соны мен сіз жоқ, соны видеосын мен сізге видеосын жіберейін. Сөзін бәрі. Енді бұлай келсіз. Рабочий группа емес, судебный Енді бұлай ғой. Басқа ештеңе емес. Құрметті қалай, бұлай ғой. Бүгін келсіз қой. Қазір түгел қағазға түсіріңіздер, түгел айтқандарыңыз. Мына жігіттен беріп жіберіңіз. Содан кейін сізді соның арасына алдындағы қағаз түрінде жауап беріп, бізге қолыңызды қойып, бізге берсеңіз. Жоқ, оны сіз Ахметпен араласып, Ахметті айта бермейді, кетеді. Акиматқа қойып беріңіз. Кімнің құзыретіне кіреді? Орны сақ қойды. Соғын қойып жауаптарын береді. Жазбаша түрде жауаптарын аласың. Жетеді. Жоқ, мына жерде барларыңыздар да көріп отырсыздар ғой. Өкіметтен біз қандай қайырым қойдық. Сауаттарға сылдырымыз ғой. Өзіміз тоқтатамыз. Ана полицейлеріміз далаға баратын жерге де барамыз. Bir gelgende var yolunuzda görkelik. Kulübünde Azanı қағазын барамыз. Полициялардың далаға кетіп маймылдар күледі. Қай жаққа? Қай жаққа? Ben sizlerge тұра тұрыңыз. Bir minut. Fabrikaға барып күшпен тоқтатам дегендеріңіз заңсыз. Неге? Болмайды. Тұра тұрыңыз. Заңмен тоқтаттым деп. Жоқ, олар сіздерді де тыңдамаса, бізді де тыңдамаса, ол кімді тыңдайды ол? Не үшін бұл жерде келіп тұрсыз? Жаңа хат жазамыз. Вот именно немен үшін келіп жүрсіз? Ешқандай шешімін шығарып бермесеңіз, немен үшін келесіз? Өзіміз тоқтатамыз. Енді көпірді жабамыз. Жоқ, сонда заң қайда сонда халық не? Бізге заң қайда сонда? Ауылдың ішіне жүргізбейміз. Жоқ, тұра тұрыңыз. Мүмкін, сіз келіп, тексереміз, сөйлесеміз деп уақытты созып. Сондай вұлыққа келіп тұрмыз ғой, басқа амал жоқ. Біздің ауылдың кісілері шаршамай. Алға қарай ұмтыла береміз, жаппай қоймаймыз. Қанша созсаңыз, онша созыңыз. Қан төгіңіз. Жаппай қоймаймыз. Надо будет қан төгіңіз. Әкелер көтеріледі. Надо будет моралдың бүкіл әлемдегі тұмаларын көтеріледі. Оған абыл жеткізбеңіздер. Шетелге шығамыз. Бала шағамызды жолға жатқызамыз.
мен сол кезде айтқам. Жанымды берейін. Но жерді бермейміз. Жерді бермейміз. Жоқ, сіз сіздер ойламаңыздар, біз шарша қалады деп. Біз шаршамаймыз. Сода беріңіз. Bir hafta olsun, bir ay olsun, bir yıl olsun. Бірақ біз шаршамаймыз. Сізді шаршадан келіп тұрған ешкім Жоқ, сондай неге келіп тұрғандар андай. Ол жақтан деп солай болады ғой. Басын жатамын. Түсіндір ғой бұл. Қолдарын бір сілтейіп кетті ғой бұлар. Протокол толтырайық. Болды ғой, болды. Тағы қандай